Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін мен сіздерге осындай әдемі табада пісетін, қабығы барлығы хрустящий болып пісетін бір стақан айранмен дайындалатын нанның рецептісін көрсетемін. Дәмі өте керемет, булочкаға ұқсайды және де сырты барлығы қытырлақ болып пісетін әдемі нан. Осылай менімен бірге жасап көріңіздер. Ұнап жатса астына комментарийға жазып дайындап көріңіздер. Енді бізге ол үшін осында 500 грамм ұн қажет болады. Ыдысымызға ұнымызды салып, үстіне бір шай қасық толтырып ашытқы саламыз. Және де 4 қасық қант шай қасықпен. Дәміне қарай қосасыздар. Мен кішкене тәттірек істедім, осындай 4 қасық қостым. Егер де ашытқыны аз десеңіздер, күмәндансаңыздар, тағы да жарты қасық қосып жіберсеңіздер болады. Және де бір шай қасықпен тұз қосамыз. Енді осы барлығын араластырып, үстіне 150 грамм айран мен 200 граммдай жылы су құямыз. Айран да өте жылы болу керек, бөлме температурасында. Енді осылардың барлығын араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз осындай өте жабысқақ, жұмсақ болу керек. Енді осыны үстіне бір ас қасық сұйық майымызды қолымызға құйып, жақсылап илейміз. Біздің ұнымыз жабыспау үшін. Сосын қамырымызды жарты сағатқа қоя тұрамыз көтерілгенше. Бетін жауып қоямыз. Міне жарты сағаттан кейін менің қамырым осылай көтерілді. Енді осы қамырды пісіретін табамызға астына май жағып, тағы да тегістеп жайып, 15 минутқа қоя тұрамыз. Осындай асты қалың таба болу қажет. Өйткені біздің нанымыз баяу отта жарты сағаттай піседі, сондықтан жабысып қалмау үшін қалың таба алыңыздар. Осылай қолмен тегістеп шығамыз және де 15 минутқа қоя тұрамыз. Бетін жауып қойыңыздар. Достар, міне 15 минуттан кейін менің наным осылай көтерілді, қамырым. Енді осыны газымызға, отымызға астын өте баяу қылдырыңыздар. Өйткені жай отта пісу керек. Бір жағын 15-20 минуттай, және де екінші жағын 15 минут пісірсеңіз жеткілікті. Екінші жағы тез қызарады. Міне осындай болып шықты. Асты май жаққаннан кейін корочкасы барлығы әдемі болып піседі. Енді 15 минуттан кейін біздің нанымыз дайын болады. Достар, міне осындай болып пісті. Өте жұмсақ, сырты әдемі болып піседі. Осындай ортасы барлығы толығымен пісті. Мен ыстықтай турап жатырмын, өйткені балаларым тосып тұрғаннан кейін өте жақсы көреді осы нанды. Ыстықтай тураған өзінде, кескеннің өзінде осындай әдемі болып шықты. Дайындап көріңіздер, дәмі өте керемет. Шайға жасап берсеңіздер, өте дәмді болып шығады. Ортасы барлығы булочка сияқты дәмі, бірақ сырты өте қытырлақ болып, әдемі болып піседі. Дайындалу өте оңай, жасап көріңіздер. Ұнап жатса менің осы видеоның астына лайк пен комментарий жазсаңыздар, өте қуанышты боламын. Достар, және де менің каналыма тіркеліп қойсаңыздар, сіздерге алда өте оңай дайындалатын, қолжетімді тағамдардан тұратын астарды, тағамдарды салып тұруға тырысамын. Және де менің осы видеоларымды жоғалтып алмас үшін осы видеоның астындағы қоңырауды басып қойды ұмытпаңыздар. Міне достар, бүгінгі сіздерге ұсынған менің видео рецептім осы. Қабыл алыңыздар, жасап көріңіздер. Сіздердің қолдауларыңызды осы видеоның астында комментарийде күтемін. Менімен бірге видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сау болыңыздар.